Әлемде өзгелердің діни сеніміне тіл тигізу немесе қасиетті кітаптарды өртеу секілді дүниелер жиі орын алуда. Жалпы әлемдік діндердің ешқайсысы біреудің тіл тигізуге, қоғамға, адамға зиян келтіруге, қоғамның қауіпсіздігін, тыныштығын бұзуға шақырмайды. Керісінше олар адамгершілікті, өзгеге деген құрметті, бейбітшілікті, татулықты үгіттейді. Алайда осы біздің қоғамда сол діндердің қасиетті кітаптарының мәнісін түсінбей, әртүрлі жаңағыдай әрекеттерге барып жатады. Біз әртүрліміз. Бірақ біздің әртүрлілігіміз бұл адамгершілікті сақтауға, татулықты, бейбітшілікті сақтауға зиян тигізбейді. Сөзім соның Шәкәрім Құдайбердіұлының мына бір өлең жолдарымен аяқтасам. Дін адамды бір ауыр қылмақ еді, оны бөліп дұшпандық қару жасар. Інжіл, Құран бәрі айтып тұрса дағы, мағынасынан адасып қара басар.